Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін біздің кішкентай Рабия Сұлтан қырқынан шығып шықты. 40 қасық суына міне біз арнайы аты жазылған ыдысқа тапсырыс бердік. Және бұрынғыдай алдыңғы 4 балада мен тиын салғам, енді осы жолы тиын емес, осындай таза күмістерді салғанымды қаладым. Бұның барлығы Насилер дүкенінен тапсырыс берген. Молынан болсын деп ырымдадық. Біз дайынбыз. Вау! Қараңыздар, не деген әдемі, не деген мынау. Жеп-жеңішке, жеп-жеңіл. Қас-көз көрмейсіз. Достар, қараңыз, атымға келді. Кілттің өзі қандай керемет болмаша, иә? Негізі айтмағым мынау. Жаңа iPhone Air'да жаңа функция пайда болды. Ол Dual Capture деген. Енді не түсірем деп басқа тұрмайсыз. Эмоцияда, оқиғада, бір кадрда. iPhone Air бүгіннен бастап ресми түрде сатылымда. Трейдинг арқылы бағасы 16.458 теңгеден басталады. Ал 28 қыркүйекке дейін сатып алсаңыз, Apple'дың түпнұсқа қаптамаларына 50%-ға дейін жеңілдік. Өмір жасы ұзақ болсын, мәртебесі биік болсын, ата-анасының сүйікті қызы болып өсе берсін, халықтың қызы болсын. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Рабия Сұлтанымыз Алланың сүйікті құлынан болсын, атына сай тамаша бегім сұлтан қыз болсын, ата-анасының көз қуанышы болсын. Будь как я. Талантливая. Будь, чтобы у тебя было много денег. Не будь истеричкой. Все. Рабия Сұлтан ақылды болсын. Әдемі. Бақытты. Ең бастысы денсаулығы зор болсын. Рабия Сұлтан тарихи тұлға секілді, менің де қызым жалғыз менің емес, бүкіл қазақ елінің қызы болсын, тарихта қалсын деген ниетім бар. Алланың сүйікті құлы болып, салиқалы ұрпақтан болсын. Дені сау болып, ұзақ ғұмыр жасасын, ұрпағымен бірге. Мейірімді, ақылды, дана, дара тұлға болсын. Рабия Сұлтан әлемді бағындырсын. Бүгін үлкендердің ортасында аналардың батасын алып, Рабия Сұлтанымызды қырқымыздан шығарып алдық. Енді ал менің мынау қолында тұрған сарғыт, қырқынан шыққан суына салынған таза күміс. Бұл мен өзімнің құрбыларыма үлестіремін деп шештім. Алда енді үлкен той болады, сол тойда құрбы құрдастарыммен, жора жолдастарыммен, әріптестеріммен тойлайтын боламыз. Баршаңызға, құттықтауларыңызға көп-көп рахмет. Сәлем достар, бүгін Рабия Сұлтанды қырқынан шығарамыз бұйырса, енді апасы тілегін айтып қырқынан шығарамыз.